Дерин бөлмесінде отырып Валканмен бірге түскен суретті көріп өткен күндерді есіне алады. Ол Валканға ашуланып суретті қоқысқа лақтырып, «Сен менің көзімді аштың» деп іштей сөйлейді. Әсия мен Синан Стамбулдан қайтып келеді. Әсия Синанды өз үйіне қонаққа шақырып одан кешірім сұрайды. Синан оған, «Өміріңнің ең жақсы кезеңдерін қиын адаммен өткізіпсің. Енді бәрін түсіндім» деп Әсияны қолдайды. Дерин анасына, «Валканмен келіспей қалдым» деп қысқа қайырды. Бірақ Гюнул қызына, «Жай келіспей қалдың ба, әлде күйеуің анау қатынға барды ма?» деп сұрайды. Дерин анасына ашылып ештеңе айтқысы келмей, «Бүгін қатты шаршап тұрмын. Бөлмеде жалғыз қалғым келеді» деп анасынан өтінеді. Ал Валкан көңілсіз өз үйіне келеді. Төркініне кетіп қалған әйелі мен қызын сағынып, жалғыз отырып ішімдік ішеді. Әсияның үйінен шығар сәтте Синан Текердакта тағы бірнеше күн қалғысы келетінін айтады. Сосын ол мотоциклінің дөңгелегі жарылғанын байқайды. Халюк әйеліне, «Қызым мен күйеу баламның мәселесін өзім реттеймін» дейді. Әйелі оған, «Өз мәселеңді реттей алмай жүрсің» деп күйеуін жақтырмайды. Валкан ұйықтап жатқанда түсінде аян көреді. Оның қасына марқұм болған анасы келіп, «Балам мен көрімде дұрыс жата алмадым. Неге әкеңнің қылықтарын жасайсың? Әсия енді сенің әйелің емес. Ешкімді қинама, сол кезде өзің қиналмайсың» деп айтады. Валкан көзін ашса енесі үйінде оның оянғанын күтіп отыр екен. Ол Валканға, «Сен әйеліңнің бар екенін ұмыттың. Сенің былығыңды тазалаудан шаршадым. Енді қызым тағы да жылап келетін болса, сені қалай жоғарыға көтерсем, солай жерге тығып жіберемін» деп ескертеді. «Енді отбасыңды үйіңе қайтар» деп кетіп қалады. Әсияның үйіне күтпеген жерден бұрынғы науқасы Фарук мырза келеді. Ол кезінде Әсияға Валканның бетін ашуға көмектескен еді. Енді ол үйленіп, қалаға қайта оралған екен. Және көрші көшеге көшіп келгенін айтады. Оның әйелі Әсияға арнап періште мүсіні бар торт пісіріп әкелген екен. Біршама уақыттан соң Валкан Әсияның үйіне келіп, «Түнде біреу осы жерге қонған ба? Неге оның мотоциклі әлі қақпаның жанында тұр?» деп ашуланып Әсиядан сұрайды. Әсия оған, «Егер қызғансаң, Әлиді сылтауратып үйге келіп оны пайдаланба. Біз ажырастық, енді бұл үйге келуші болма» дейді. Валкан болса, «Осы үйде балам тұрған соң келе берем» деп жауап береді. Валкан Әсияның үйінен шығарда бір танысына хабарласып Синан туралы ақпаратты біліп беруді тапсырады. Сосын сол маңнан Бахарды кездестіреді де, «Әсияға көмектескенің үшін саған рахмет» деп ашуланып кетіп қалады. Гюнул қызына қордың жиналысына қатысуға үгіттейді. «Сендердің ренжісіп қалғандарыңды ел жұрт білмейді. Менің басымнан не өткеніне қарамастан, әлі де берік тұрмын» деп жұмбақтап қызына айтады. Дерин анасына таңдана қарап, «Сіздің басыңыздан не өтті?» деп сұрайды. Бірақ Гюнул бұл сұраққа жауап бермей, әңгімені басқа жаққа бұрады. Хижран Халюкке қоңырау шалып, «Жарты сағаттан соң мен айтқан жерге кел» дейді. Селчук болса әкесін сырттай аңдып бақылап жүреді. Әсия мен Бахарда қордың жиналысына келеді. Сол жерде Әсияның алдынан даяршы болып жүрген Нил шығады. Нил оған, «Селчук әкесінің кім екенін біліпті» дейді. Әсия таңданып, «Кім екен?» деп сұрайды. Нил оған, «Халюк Гүйчле» деп айтады. Халюк Хижранның айтылған мекен жайына келеді. Халюк оған, «Менен не керек?» деп сұрайды. Хижран оған, «Мен қалаған нәрсені қабылдағаның керек» дейді. Селчук әкесінің соңынан келеді. Оны анасымен бірге отқанын көріп, суретке түсіреді де, қастарына барып, «Мұнда не істеп отырсыңдар? Тыйым салынған махаббатты еске алып отырсыңдар ма?» дейді. Халюк ашуланып Селчукты кафенің ішінен қуып шығады. Ақыры қордың барлық әйелдері бір жерге жиналды. Гюнул барлығына қызының дүкені ашылуына шақыру билеттерін таратты. Сол арада әңгіме демалыс күндерді қалай өткізгені туралы қозғалды. Әсия бұл демалысты Стамбулда досымен өткізгенін айтады. Джавидан бірден Әсиядан досын сұрай бастайды. Кенеттен Әсияны іздеп қорға Синан келеді. Сол кезде бәрі Әсиямен бірге Стамбулға барған жігіт Синан екенін біледі. Гюнул мен Дерин бұған қуанады. Дерин тіпті Синанға өзінің дүкенінің ашылуына шақыру билетін беріп, Әсиямен бірге келуді өтінеді. Джавидан Синанды қатты ұнатып, Бахарға да сондай адам бұйырсын деп тілейді. Синанның басқа қалада фото көрмесі өтуі керек еді, бірақ басып шығару кезінде ақау шыққандықтан, ол осы қалада біразға дейін қалатынын Әсияға айтады. Сөйтіп Әсиямен бірге Дериннің дүкенінің ашылуына баруға келіседі.
Қорға Валкан Күнілдің көмегімен Деринге келеді. Ол Деринге, басқа жерге барып сөйлесейік деп екеуі мейрамханаға барады. Бірақ Дерин Валканды кешірмейтінін айтады. Ал Халюк көлікте отырып Хижраның айтқан соңғы әңгімесін есіне алады. Хижран оған, менің таңдауымда уақытымда жоқ. Мен жаман ауруға шалдықтым, жақында мен өлемін. Селчук саған аманат деп өтінген болатын. Күніл болса Хижраның тұрып жатқан мекен жайына келеді. Ол Хижранға өміріңе жететін көп ақша беретінін айтып, олымен бірге бұл қаладан кетуді ұсынады. Валкан Синан туралы барлық шындықты біледі. Ол Бахардан кешірім сұрап, қорда сенімен дұрыс сөйлесе алмадым. Оған қоса Дерин де үйден кетіп қалды деп шағымданады. Бахар Дериннің үйден кетіп қалғанына таңғалады. Кейін ол енесіне қоңырау шалып сенімді түрде, бүгін кешкі асқа сіздердің үйіңізге барамын. Халюк мырзаға да ескертіп қойыңыз, жанжал шығармасын деп ескертеді. Селчук Нілдің жұмысына келеді. Ол сол жерден шақыру билетті көреді. Ніл оған, Дерин ханымның шақыру билеті. Ол дүкен ашпақшы екен дейді. Селчук ойланып, қолдап отырған бай әкесі бар ғой. Қаласа дүкен ашады немесе сауда орталығын ашады деп ренішін білдіреді. Ніл оған, неге мазасызданып жүрсің деп сұрайды. Селчук оған, қалай мазасызданбайын, бүгін Хижран мен Халюкті көрдім. Екеуі шарапханада кездесіп бірге отыр дейді. Ніл Селчуктың айтқан сөзіне сенбейді. Селчук оған өзінің телефонынан екеуін түсіріп алған суретті көрсетіп, бұл әйелге сенуге болмайтынын білгенмін, ол 200-ді дейді. Селчук кешкілік асханаға келіп, Хижран мен Халюктың оған айтқан сөзін еске алады. Анасы оған, кішкентай кезіңде сені алғаш рет әкеңмен таныстырғанмын, бірақ әкеңнің жүзінде ешқандай сезім болмады деген еді. Ал Халюк Селчукке, саған бұл үйде орын жоқ деген болатын. Ата-анасына керексіз екенін түсінген Селчук, тамағында ішпей асханадан шығып кетеді. Ата енесінің үйіне кешкі асқа келген Валкан, әйелі мен қызын алып кетуге келеді. Валкан Деринмен татуласып қызын өз үйіне әкеледі. Ал Гюнул қызы мен немересі үйден кеткен бойда күйеуіне қарап, сенің мәселең әлі шешілмеді. Анау қатыннан сенің некесіз туған балаң бар. Сол себепті сен қонақ бөлмеге ұйықтайсың деп бөлмеден шығуды айтады. Тургайдың бәсекелесі Синан пайда болғалы, ол Әсияны кешкі асқа шақырады. Бірақ Әсия оған, бүгін лагерден Әли келеді деп кешкі астан бас тартады. Әсия ұлын үйден күтіп алады. Таңертең Әли сыныптасымен бірге жүзуге бармақшы. Ал Әсияға Синаннан хабарлама келеді. 15 минуттан соң саған келемін деп жазған екен. Сол сәтте есік қоңырауы соғылады. Есікті ашса Валкан екен. Әсия оған, неге келдің деп жақтырмай сұрайды. Валкан оған, саған емес, ұлыма келдім деп Әлиді жүзуге өзі апаратынын жеткізеді.